Сәлем достар, бүгін осындай лепешка дайындаймыз. Укроппен, сырмен дәмі өте ерекше шығады. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып алып, үстіне кішкене қана тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, үстіне 250 мг су қосамыз. Оның үстіне 180-200 грамдай ұн қосып, жақсылап араластырып аламыз. Шамамен осындай болып шығады. Ары қарай укробымызды ұсақтап тураймыз. Укропты да осының үстіне қосамыз. Және оның үстіне 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болады. Енді салмасына ірімшікті үпкіштен өткізіп аламыз. Қызып тұрған табаны кішкене ғана маймен жағып шығамыз. Енді оның үстіне қамырымызды құйып, блинчик сияқты пісіреміз. Асты кішкене қызара бастаған кезде аударып алып, жартысына ірімшігімізді салып шығамыз. Осылай салып шығып, қалған жарты бөлігімен бетін жабамыз. Және де 2 жағынан қызарғанша пісіреміз. Піскеннен кейін қалауларыңызша сары маймен жағып шықсаңыздар да болады. Осындай болып ірімшігі еріп, өте дәмді піседі. Ерекше дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тез және де оңай дайындалады.